Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінде бірнеше жылдық еңбегі бар ұлы ұстаз Зікірә Қожаевтың құрметіне әдеби әсем кеш ұйымдастырылды. Мерекелік кеште зиялы қауым өкілдері қатысып, өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Мәдени кеште белді қауым өкілдері мен оқу ордасының өнерпаздары өз өнерлерін көрсетті. Ақынның бар ғұмырын дерлікте осы білімге, жастарды оқытуға, үйретуге арнаған үшін өздерінің ризашылықтарын білдірді. Бұл бала күннен талантты, бала күннен еңбекқор, бала күннен өлеңге құмар, кітапқа құмар ғажайып азамат болды. 1978-80 жылдары Өзбекстанда Мырзашөл аудандық газетінде мен істедім. Сол газетте ол өлеңдері жарық көрді, біз жарық көргіздік. Біраз өлеңдерін мақтап жүрдік. Сол кезде үлкен ақын болатыны белгілі болып тұрды. Одан кейін барлық ақындардың арманы кітап шығару ғой. Сол кітап шығаруға байланысты мен Алматыда оның алғашқы Шағала көңіл деген кітабын шығардым. Ол кезде кітап шығару өте қиын болатын. Белгілі ақын Зікірә Қожаевтың шығармашылық кешіне келіп отырмын. Мен енді айтарым Зікірә туралы жалпы мінездемесінен де, жалпы өмірлік қызметтес ретінде көп нәрсе айта аламын. Өйткені біз неше жыл бірге осы педагогикалық колледжде қызмет жасадық. Зікірә ағайымның жаңа айтып кеттім ғой, бірақ қана әні болып тұр ғой, бірақ әркім сыйлағаны құлы дейді. Мені өзімді қатты құрметтейді. Айжан, сол менің кешіме қатысасың ба деді. Сол бір ән үшін мен қазір келіп отырмын. Жетісудың қызы деп менің өзіме арналған ән. Әнін жазған Мұхит Қасқырбаев. Ал енді келешекте ән қоржыныма көбейтем. Зікірәнің сөзіне жазылған, Зікірә Қожаевтың сөзіне жазылған әндерім көп болса екен деп мен де армандаймын. Жалпы шарада жазушының ақындық ғұмырынан сыр шертіп, шығармашылық қоржынынан көрерменге ұсынылды. Ақынның әндері мен өлең шумақтары орындалды. Зікірә Қожаев өзінің өмірі бойында ұстаздық пен шығармашылықты қатар алып жүре білген ұлы тұлға. Осынша жылдық еңбек арқылы өзінің білімі мен біліктілігі және шығармашылығы арқылы біршама халықтың көңілінен орын алғаны анық. Қожаев Зікірә Қарасайұлы біздің оқу орнымызда Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінде 30 жылға жуық уақыт қызмет атқарып келеді. Қазақ тілі және әдебиеті кафедрасында бірге әріптес болып қызмет жасап келеміз. Мінекей биыл Зікірә ағамыз 63 жас пайғамбар жасына келіп зейнеткерлікке шыққалы отыр. Бүгін біздің оқу орнымызда үлкен іс-шара өтіп жатыр. Зәкеңнің шығармашылығына келетін болсақ, шығармашылығы сан қырлы. Зәкеңнің шығармашылығының ең басты ұстыны адамгершілік. Адамдар арасындағы бір-біріне деген құрмет, бір-біріне деген сыйластық. Зәкеңнің тағы бір қыры ол әрқашан адалдықты ақ туғы ұстап, қай кезде де өзінің адами болмысын ешқашан бұзбаған азамат. Ініге деген құрметін, ағаға деген ізетін өте жақсы бағалаған азаматтың біріміз. Ал енді бүгінгі таңда Зәкеңнен шалға жүрсек те жүрегіміз бірдеп соғады. Мына Зәкеңнің бүгінгі ұлан асыр іс-шарасына келмей қалу біз үшін азаматтығымызға сын болады. Сондықтан бүгінгі іс-шара құтты болсын. Әсем кеші барысында еңбек тұлғаны алғыс хатпен марапаттап, арнайы төс белгі табысталды. Сондай-ақ өздерінің құрметін білдіріп, иығына шапан жауып, ізгі ниеттерін білдірді. Бақытнұр Үсімбет, Жеңіс Сыдықов, Ақпарат Жетісай ауданынан.